балалар? Сәлеметсіздер, мұғалім апа. Сәлеметсіздер ме? Отырыңдар. Балалар, бүгін бізде сабақ саяхат. Саяхат это путешествие. Видите? Бүгін біздің сабағымыз саяхат сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, тема нашего урока табиғатқа саяхат. Как переводится табиғатқа саяхат? Читайте. Оқыңдар. Как? Қалай? Громче говорите. Путешествие на природу. Так, значит, переводится табиғатқа саяхат қалай? Отделение громче. Путешествие на природу. Да, қазір біз далаға саяхатқа шығамыз. Жақсы ма? Жақсы. Табиғатқа саяхат. Табиғатқа саяхат. Повторите. Табиғатқа саяхат. Я не слышу, конечно, громче. Табиғатқа саяхат. Ал табиғатқа саяхат орыс тіліне қалай аударылды? Орыс тілінде қалай табиғатқа саяхат? Так, громче говорите, не слышу. Путешествие на природу. Так, бүгінгі біздің сабағымыз сонда путешествие на природу. Значит, бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғатқа саяхат. Енді балалар, табиғат қандай біздің? Красивый, да? Әдемі, иә? Красивый, әдемі. Енді балалар, қараңдар, мына екі сөзді жаттаймыз қазір. Табиғат, повторите. Табиғат. Табиғат. Переводится, да? Перевода. Жақсы. Саяхат. Саяхат. Говорите, повторите. Саяхат. Еще. Саяхат. Аудармасы қалай? Я не слышу. Еще раз. Жақсы, балалар. Енді біз табиғатқа шыққанда мынаны қоямыз. Табиғатқа табиғатқа біз шыққанда не істейміз біз? Что мы делаем на природе? Вы скажите, давайте на природе. Что мы на природе делаем? Отдыхаем, демалам. Біз далада, біз табиғатта саяхаттамыз ғой балалар, иә? Сол табиғатта бізде Қазақстанның өте табиғатта кең байтақ 9-шы орындасымыз, иә біз әлем бойынша. Сонда бізде сайлау деген болады. Қазақ сайлауы деген. Қазақ сайлауында балалар, мынандай киіз үй. Юрка, это киіз үй, повторите. Киіз үй. Қандай әдемі, иә киіз үй. Ол сайлауда болады. Табиғатта өрнектелімі үлкен киіз үйлер болады. Қандай әдемі. Осындай киіз үйлер болады, юрта болады. Енді балалар, жаңа салған суреттерімді кәні көрсетіңдер. Покажите ваши рисунки. Мына жаққа қарасыңдар, мына жаққа қарасыңдар. Алена Александровна қарасыңдар. Енді кәні оқи қойшы кәні сен. Оқи қой, оқы. Табиғат әдемі, табиғатта демалар. Біздің табиғат тамаша. Өте жақсы, тамаша. Кәні жақсы жазды ма кәні? Өте жақсы. Жақсы.